Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы реттелетін қиылыстардағы қозғалыс ережелері. Бүгінгі сабақта біздер екі сұрақты қарастырамыз. Бірінші, реттеуші басқаратын қиылыстардан өту кезегі, екінші, бағдаршаммен реттелетін қиылыстардан өту кезегі. Реттеуші дегеніміз кім? Реттеуші ережелермен бекітілген сигналдардың көмегімен жол қозғалысын реттеу құзыреттілігіне ие және осындай реттеуді жүзеге асыратын тұлға. Енді көлік құралдарының жүргізушілеріне реттеушінің сигналдарының мәнін қарастырамыз. Қолдары, егер де реттеушінің қолдары екі жаққа созылған немесе төмен түсірілген болса, онда реттеушінің сол және оң бүйір жақтарынан қозғалыс трамвайға тіке, ал рельсіз көлік құралдарына тіке және оңға қозғалуға рұқсат етіледі. Жаяу жүргіншілерге жүріс бөлігін кесіп өтуге рұқсат етіледі, яғни бұл жерде мына жердегі жаяу жүргінші өткелдерін және оған қарама-қарсы жаяу жүргінші өткелдерін кесіп өтуге жаяу жүргіншілерге рұқсат беріледі. Ал оның кеуде және арқа жағынан барлық көлік құралдарына және жаяу жүргіншілерге тыйым салынады. Яғни мына жердегі жаяу жүргінші өткелдері мен мына жердегі жаяу жүргінші өткелдері жолды кесіп өте алмайды. Сонымен қатар жүк автокөлігі, мотоцикл және қызыл және жасыл жеңіл автокөлігі жолды кесіп өте алмайды. Келесі, оң қол алға созылған болса. Егер де реттеушінің оң қол алға созылған болса, сол бүйір жақтан қозғалыс трамвайға солға, суреттен көріп отырмыз, рельсіз көлік құралдарына барлық бағытта қозғалуға рұқсат етіледі. Кеуде жағынан барлық көлік құралдары тек қана оңға жүре алады, яғни трамвайға да қатысты. Оң бүйір және арқа жағынан барлық көлік құралдарының қозғалысына тыйым салады. Қызыл бағыттауышпен көрсетіліп тұр, яғни арқа жағынан және оң қол жағынан, оң бүйір жағынан қозғалысқа тыйым салынады. Жаяу жүргіншілер тек қана реттеушінің арқа жағын кесіп өте алады, яғни бұл жерде бізде мына жердегі жаяу жүргінші өткеліне рұқсат етіліп тұр жүруге. Үшінші сигналы, бұл реттеушінің егерде оң қолы жоғары көтерілген болса, бұл барлық көлік құралдарына және жаяу жүргіншілерінің барлық бағытта қозғалуына тыйым салады деген сөз. Тек қана жедел аялдауға жүгінбей, белгіленген орында тоқтай алмайтын жүргізуші қозғалысын жалғастыруына рұқсат беріледі. Бағдаршаммен реттелетін қиылыстарға тоқталайық. Бағдаршаммен реттелетін қиылыстары, яғни оңға солға бұрылар алдында жүргізуші міндетті түрде шеткі жол жолағына орналасуға міндетті. Және де 5-15-1, 5-15-2, 1-18 таңбаларды өздерінің талаптарын енгізеді. Бұл таңбалар бізге белгілі, яғни бұл көк фондағы ақ бағыттаушылармен көрсетілген екі таңба 5-15-1, 5-15-2. Бұл жол жолақтарының бағыттарын білдіреді. Сонымен қатар, егерде жүргін бөлікпен бір деңгейде орналасқан бір бағыттағы трамвай жолдары сол жағында болған жағдайда, онда солға және кері бұрылыс соның үстімен жүзеге асыруға болады. Әрине 5-15-1, 5-15-2 белгісімен 1-18 таңбасы басқа қозғалыс тәртібін талап етпейтін болса. Сонымен қатар, егерде мысалы өзінің габариттік өлшеміне байланысты көлік құралы сол жолақтан бұрылысты жүзеге асыра алмайтын болса, шеткі сол жолақтан, онда оған қозғалыс қауіпсіздігі қамтамасыз етілген жағдайда басқа көлік құралдарына кедергі тудырмаса, сол жолаққа орналаспай бұрылыс жасауына рұқсат етіледі. Суретте көріп отқанымыздай, бағдаршам рұқсат берілген сигнал кезде солға және кері бұрылыс жасайын деп отқан рельсіз көлік құралдары қарама-қарсы бағыттағы тіке және оңға қозғалатын. Соның ішінде 5-6 тармағына сәйкес көше қиылысына шығатын көлік құралдарына жол беруге міндетті. Трамвайда бұл ережені басшылыққа алуға тиісті. Көріп отырғандай, бұл жерде сары жеңіл автокөлігі, егерде солға бұрылатын болса, оңға бұрылып жатқан ақ жеңіл автокөлікке жол береді. Егер кері бұрылыс жасайтын болса, тіке қозғалыс жасап келе жатқан жеңіл автокөлікке жол беріп барып, содан кейін ғана кері бұрылысын жасай алады. Егерде қозғалыс траекториясы өзара қиылыспайтын болса, онда қатар қозғалуға рұқсат етіледі.
Бірақ та егер де бұл жерде конфликттік жағдай туындайтын болса, оң қолдың көмегін аңдылады. Яғни оң жағынан кедергісі жоқ көлік құралдары әрқашанда басымдылыққа ие болады. Сонымен қатар бағдаршамның сары және қызыл сигналдарымен бірдей уақытта қосымша секцияда іске қосылған бағыттаушының бағытымен қозғалған кезде көлік құралы басқа бағыттардан келе жатқан көлік құралдарына жол беруге міндетті. Яғни бұл жерде бізде трамвай жеңіл автокөлікке жол беріп, содан кейін ғана қозғалысын жалғастырады. Бұл жерде қызылмен бағыттаушы бірге жанып тұр. Екінші суретте де дәл солай. Бірінші жеңіл автокөлік, содан кейін мотоцикл жүргізушісі қозғалысын жалғастыра алады. Бағдаршамның рұқсат беретін сигналы кезінде көше қиылысына кірген жүргізуші көше қиылысынан шығудағы бағдаршам сигналына қарамастан белгілі бір жағдайға шығуға міндетті. Бұл жерде көк автокөлік мына жерде қиылыста не істейді? Тұра алмайды, себебі бұл қозғалысқа кедергі тудырады. Жасыл сигнал жанып, бұл қызыл сигналға қарамастан өзінің қозғалысын жалғастыруға міндетті. Екінші суретте бұл жерде жасыл сигналдан асып барып, мына жерге тоқтауы шарт. Енді сіздерге қосымша тапсырма, яғни бұл жол қозғалысы ережелерін сабағындағы термин сөздерді үш тілде білу. Сіздерге бұл жерде диалог беріліп отыр. Диалог, яғни жол қозғалысы инспекторымен диалогы. Жол қозғалысы инспекторымен диалогы. Осы жерде сіздер өздеріңізге жаңа диалогты оқып, аудармасын тыңдап, өздеріңізге қажетті термин сөздерді жазып ала аласыздар.